Ризван Исмаилова «Кетпес так» әңгіме. Ғанычал оғырып ұйқысы оның ортасында таң атырды. Талаға барбағын арғасы жоқ. Саратандың мей қайнатқан ысығынан ғозылыр чаңқап, бір қила жерлері соғылып бүрішеді. Нәті екі суучу еч қаяғына жетіші алфай су ичі қылды. Шерегі шаят, чоң каналдағы болған суыны жығып келем деп, өрелі бұрылда кеткен. Су башында ызычу, 3 бригадтың суучылары беренен өтіп екіншісі өзінікін туралап, Мұрапқа баш беребей чырдашады. Кезектешіп суғарсын деген тәртіпті түшіндіре албай, мұқыраған Мұрап тажығанынан суыны 3-ке бөліп, қыжыңдашқандарды раң кетірді. Су пайлап, таманы тешілген шаят қолғы тигеніне шүгірчілік келтіре, арысып сұрақанын шипаңдың артындағы 8 гектарға бұрып жіберді. Чай içмекке жоғыры қарай жөнөсі, айыл тараптан кемдір бүрі жан алы қалбай чапқылап келетады. Ар кемесі тұрған орында сестейіп, баяғы қарағанды қарап қалышты. Ғанының жаны жер тартып, алы құрды. Ошығы қарабай жоон сандай арық менен бір суыны ағат тартын башындағы арыққа буып таштап, кичіне жата тұрайыншы деп қынтая түшті. Түніменен еті үркіп, қалшылдатқан ыстмадан шалдырап, тынчуқтай албаған қары құш ұйқыға көзін алдырып қойды. Те ылдыйдан қамчыланып қараған жүрішіп, солуй баштаған пақтаны көргенді безгеге қармап атының оғызын қоя берді. Қатар-қатары жөктердің ортасынан екі ағатты олып чолып ағыватқан дейді суға оғы бетер итатайы тұтылды. Сөгініп қалғынғанда оғызынан ағыт менен көгіт келіп шықты. Арықтың қырындағы көк чөпті жашбаладай бүрішіп, далысы мөресі күнге күйіп, сүзілген, өңі өчкен ескі чапанына башын қатып, ұқтаватқан суучыны көріп, хатынан ырғып түшті. Чал еш нәрсені сезбеді. Көйленіп келіп жақасынан мұнта қармап, шап өйді тұрғызғанда көзі маштай açылып, жүрегі оғызына келгендей қорқып кетті. Ух, енеңде, мұйым не қылғаның? Пақта қуырап атса енеңді төріне жатқансып, беймарал ұқтайсың да. Аюдай айқырған рәйіс баш көзіне қаравай чоң мұштымы менен қойғылап жіберді. Аға да алымсынбады бұ, қоншындағы қамчысын ала қойып, тыз-тыз тартып жіберді. Арқы өздің 7-8 жашар бала безілдеп чұрқап келетті. Таятам урбаңыз. Райыс қандай тоқтына албай қалчылдап көйленіп келсе, ошондай көйменің алтына шарт меніп жөнөді. Қары еш нәрсе демеді. Не қаяша айтып, не қол қайрып қаршылық көрсетпеді. Нес болғандай тұрып, бір малда қоңылтақ бұтындағы чарғы өтігін чечіп таштап, жылан аяқ жөктерді аралап, азоттың қауынын қағазынан жыртып алып, ар бір ағаттың башына ылай чаптап, жауыштырып, чөгінден чуыртып құйғандай тегіз бөліштірді. Кем сұраса, бала тақылдап болған оқияны айтып берді. Бригадтың чоңдары ләм дешпеді. Ақсақалдар, тасынан алат. Пайғамбар жашынан өткен кішіге қол тигізе бе? Өзі еле іштеп атып бе? Чоң болса өзіне чоң. Жаша бағыр. Назардан қорқ болғанын, дешіп, аталаш туған Оторбайға тегі сенің сөзің өте бе? Деген тейтін арасылана айтышты. Оторбай Мадалбектің пейлін білгендіктен чочылап бірок, қарылардың сөзін жерге таштабай, уят қарқынға дару батын албады. Қиялы чорт, мұрды менен бір сөзсі Апсалам суыйд, қанту айтсам, деп араса тойдан пәйтін күтіп жүргенде жолдан өзі жолықты. Сені менен сөйлеше тұрған гәп бар. Айты берің. Оторбайтын үні қарғылдына қыжалаттықтан қалтары түшкенін сездірбешке демін ішіне тартып, жайрақ мұндай деді. Хемнеге бір бечараға қол көтердің. Баласынан қатқабары жоқ шор қатып жүрбейбі. Соғыштың запқысы аз келгенсеп, сенің бұл қылғаныңды емне деш керек? Емнеге ұрдың деп сұрадың бе? Тауы қачып тұрған екен ошанда. Бар, андан көрі ачуыңды жұтып, алдынан өтіп қой.
Ötpeyim, emnege ötem. Kalkosun paktası kurap atsa her kimden köngülünü qarap oturam mı? Menin köngülümdü kim qaraydı? Hökümetke pakta gerek. Men emes, sen emes, pakta gerek, düşündün mü? Gözünde bolbay kalsa, plan tolbosa, hey, büroda kimdi suraydı? Sen emes, suçudan emes, menden suraydı. Dep atırılgan rais, kolu menen kökürögün urgulap kirdi. Osolu çıkkan oturbay, emne değerin bilbey, şaldayıp turup kaldı. Raistin jini kaynap turganın aşat söktü da, artına kılçayıp, ekinci menin işime başыңды tıkpagın, dep kolun kesedi. Atın teminip, eneň turayın dep birili aytpay, kayra sögünüp kagınıp, döwedüň söylü adır taraptagı gozolordu öz gözü menen körmekke ortarykka saldy. 5-6 çakırımday yol jürüp Saratandan suusu tartılıp, böksürgön kөгültür köksünduğu melmildegen kanaldan ötüp, bıyıla girgen pakta talasına göz jüberip göңülü açıldı. Jer жаңылыгını kılat turbayba. Pay. Gozolordu çekan kalasa bolçuday. Is-tыс düşüp güldögönün qaray ya, dep oyunda suqtanıp qarap tursa, şınkıldagan nazik külkünü adırdın jilargısı qaydan jaydan kulağına serpip öttü. Eki jolukçandın qarağını beri gözдөй kelatkanın görüp, dalduğu boyun jaşıra kaldı. Antpese kız kırkın bolobu, jaş jılaң kalxozda kim bolbosun, başkarmanın aldından bet gelgenden ja boy kaçat. Akbozdun köynök kiygen, soğrusun japkan kamziri bel müçösüne çıpayıp, kökürögü tisirilgen akşüzdü tolmoç köz tanış gelinde şerigiminen körü koydu. Körsüygen albettü boyun tüzdöy, çelkeygen kursağın içine tarta sılık sıpa momurayıp, arvağla karındaşlar. Bar bolunuz Raysake? Paktaňar jakşyken, golap ketelekte tezden çıkan kanı başlasaňar bolat. Arakulhan meni kelip ketdi dep aytyp goýgula, dedi. Brigat küyösüne aýtçy tapşyrmany özüne aýtgarına kelin erdemsigensip süýnüp ketdi. Hemnegedir uşul kelindi göwesteyt. Bir-iki jolu görgönden beri gödöni yelep-jilep bolup göňünden gitmedi. Uşundaýça çyraýly bolaby ya, kıstalak. Arakıl körgö aýaldan aýtgan eken, dedi içi tarap. Soğuşqa 3-nji ýylga ayak baskan gündörдүн birinde rais dürbelenge düştü. Kalxozda iş kaynap göndöp tündöp çapkılap jürgönüne karabay birim bütürse ekinçisi kalıp jogur jaktın tezdetsen degen tapşırması oğu beter taşpış tarttırdı. Talağa baylandı da kaldı. Ayıldan frontqa jönögöndördün sany da bilinbeyt. Jazdan jayga gözden kışqa almaşqany menen kara su temir jolundan batışty gözдөй jönögön poezdlerin açuu aykırıgı tıyılmadı. 5-6 ayıl ondan aşık brigadany sol kettirbeyi başkargan Madam Bekkede çakıruu kagazı gelgende tütöp ketdi. Planga kim жооп beret? Hansız dele tüzük kuruday 4 sany aman sulu ayaldı özüne yektirgen da, bolbosa muşul kebetesi menen kimke jakmak ele, dep köp oýlançy. Arakul meni soğuşqa alıp ketet başlanat. Jogumdy bildirbey, kalxozdun işine baş göz bolsaň. Raykomdun birinçisine seni aýtsam ba? Koyun, Rais aka, menin kolman kelbeyt başkarış. Toktaňça, barbay koýuşdun aýlasy bardyr. Kanday aýla? Sizin atyňyz menen üýümde jürgen jetimdi jüberbiň. Höste joş, momun, kat bilbeyt, atyn jazalbayt. Har kimniň kolunda çoňoýgan qorunçak biçara. Ölbese keler. Arakulun akly jagıp kaldı. Topulongda kimdi kim tekşir olturup dur. Çakıruu kagazı geler menen baldardy stansiýaga çogultup, eşalonga jüktöp jönötüp atat. Arasa toýdan kynalgan Madam Bek 2-3 gün boyu ukty albady. Bir günü partorgdun kabinetine girip, askerge çakıruu kagazı gelgendigini aýtkanda, ulgaýgan, çaçyn buğrul baskan Rişat Safin çok baskanday tak sekirdi. Kantyp seni jüberebis. Stahanovçylardy koldap, plandy bıyıl gektarынан 40-45 sentnerden tüşüm jinaýbız dep sotsialistik mildetteme albadyk mı? Hay, plan mildetteme atkarılbasa ekөөbüzdi kanday tagdyr kütüp turgany bilesiňbi? Dep ar beri basıp tınçy ketdi. Madam Bek köňülündögüni aýtsam mı aýtmasam mı dep buýdalanyp turganyny görüp, özüň kanday diýsiň? dedi. Reşat aka, bir balany menin orduma jönötsek kantet? Toguluk jetim eken,
сурай турган кишиси деле жок. Экөө бир топко бирин-бири тиктеп унчукпай калышты. Таң супа сала электе үчөө Кара суунун темир жол вокзалына келишти. Мадамбек ичин тепчиген сарсанаадан бошуна албай, эмне болор экен деген ойдон безилдеп, балага утуру урданып көз кыйыгын таштайт. Бетине али түк чыга элек, муңайым, өксүк көзүнөн эч нерсени туюп болбойт. Карчайган сөөк саактуу, бою узун, кулакай жүз, көзү жалтаңдап элеңдеген, жер карап сүйлөгөн, кайда эмнеге баратканын элес албагандай. Аракуланын кулагына: "Жунусбаев Мадамбек сен болосуң. Ушул ысым менен чакырганда мен" деп жооп берген деп кайра койду. Мадамбек маканын унунан тарттырып жасалган көмөч нанды койнуна ката келди. Эмнегетир өз колу менен бергенге даабады да аракулга айтып, баланын артына асынган калтасына салдырып койду. Аскер комиссариатындагы орус киши аскерге чакырылгандарды кыркалекей тизип, бирден чакырып, аты жөнүн тактап эшелонго түшүрүп бүттү. Мадамбектин атынан чакырганда жанагы өспүрүм элеңдей аракулду бир жалт карады да, бутун алдыга таштап, артынан кылчайып койбостон поездге шып кирип кетти. Анын артынан дагы башкасы көз ирмегиче тизилгендердин катары бириндеди. Алды кайдагы жанын ууштаган коркунучтан Мадамбектин жүрөгү оозуна кептирип, кимдир бирөө азыр эле кармап берчүдөй шашып, жан териге түшүп жатты. Аскерлер отурган поезд көздөн кайын болгуча ичинен кан өтүп кеткенсиде. Муну аракулдан башка жан кишиге билдирбеди. Жада калса койнунда аялына да айткан жок. Бир-эки айча айыбы кармалып кала тургандай коркуп, болор болбос нерселерден шекшинип жүрүп, иши менен алаксып кетти. Ошол жылы пактанын планы толбой кечеңдеди. Бали эттирип кар жаап салды. Ноябрдын сөөк какшаткан суугунда көк муштумдай көсөктүн буласын чубап, териштин өзү азап. Бир жагынан ачарчылык элдин үшүн алды. Колхоз ченеп берген зыгыра нанга курсак тойсо кана, үйдө бышырылган шылдыраган аталганы жутуп алып, ошого каниет кылышкан менен көпчүлүк айрыкча кары картаңдар шишип ооругандар көбөйдү. Аракулдун кызы Жамалдын мектепке барбай калганына 3-чү айга аяк басты. Бою козонун сөтөсү менен барабар 12-13 жашар кыз апасына жардам берип жанынан чыкпайт. Чанакка тытылган колу кесилип, бирдеме тисили ачышат. Чукуманы чукуган сайын бармактарынын башы канап, жанын көзүнө көрсөтөт. Эч кимде аюуга акысы жок мезгилдин каарынан коркуп, жөрмөлөсөң да тересиң деген чоң муштум төбөңдө ойнойт. Атасы бригад болсо, үйдө жатып алган эмнеси башкаларга уят эмеспи деп, Аракулдун сулуу аялы кызы менен талаадан калбайт. Карды буту менен тээп түшүрүп, көсөк издейт, жумурусун өзүнчө терип, саал эле жыртылганын таш менен уруп жарып, ага болбосо кол менен чукуп, буласын чыгарып жатканда, ириң тээп келаткан баш бармагынын тырмак астына чанак сайылып кетип, үнүнүн баарынча бакырып, тызылдап ыйлап жиберди. Апасы жанына чуркап келип, кызынын колун оозуна тутуп үйлөп, жанын сабап жиберди. Сатаган кетейин, үйгө эле барчы. Чымчыктай жаныңа мынча эмне күч келтирдиң? Иттин тирилиги болду го, же планы толуп өлбөдү? Барбайм, деди кыз. Көгөргөн эринен кырча тиштеп, мурдун шу тарта, ыйы тыйылбай. Атам урушат, барбайм. Аял кызын бооруна кысып, жан кейткен турмушунан аалы ичинде чыңалган муң зары бошогончо көз жашын тыйбады. Декабрь ортолоп калганда тоок кепедей болгон шыйпаңдын кырманынан буту үзүлчүдөй бирөө чуркап келатат. Балбактап сүйүнүп келатат. О, брадарлар, планыбыз толду. Раис бүгүн планын аткардык деп рапорт берет. Сүйүнчү. Апаат бүткөндөн бир нече жылдар өткөндөн кийин Мадамбек Раис карылыкка баш ийгендей үйүндө отуруп калды. Атагы Союзга тараган колхоздун башкармалыгынын борборунда согуштан кайтпай калган жоокелерге эстелик орнотулду. Күндөрдүн биринде жеңиш күнүнө карата тылдын ардыгери катары эски башкарманы да чакырышты. Кызыл жагуу байланган небереси пионерлерге кошулуп, ырырдап, тыкылдап декламация айтты. Ар бир айылдан батышка аттанган, каркыранын катарындай терилип, батыштан кайтпай калган балдарын, аталарын эскеришти.
Кан төгүлгөн майдандын кызгалдагындай эстеликте кызыл гүлдөргө орошду. Салтанат бүтүп, эл тарай баштаганда чоң ата деп безилдеген небереси жанына чуркап келди. Сизди өлтүрүп коюшуптур. Хык, илени дейт. Оксаңыз, сиздин аты фамилияңыз жазылып турат, деп колунан тарткылаган небереси эстеликтин жанына жетелеп барды. Карынын башына ылдый муп-муздак суу куйгандай калчылдап жүрөгү болк эте, аяк алдына түшкөндөй муун жүлүнү бошошуп көзү караңгылашып кетти. Эстеликтин тамгалары оңой менен окулбай койду. Көз айнегин аарчып, бир топтон кийин баатырларча курман болгондордун тизмеси деген чоң жазуунун алдынан Жунусбаев Маданбек 2 май 1910 жыл, 22 апрель 1945 жыл дегенге көз токтотуп, нес болгондой катып, үнсүз сөзсүз туруп калды.